Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен боргама шай дайындайтын боламыз. Ол үшін құйрық майды қуырып аламыз. Менде дайын қуырылған май болғандықтан қызып тұрған қазанға салып ертіп аламын. Толығымен еріп, сәл қызғаннан кейін үстіне ұнымызды салып қуыратын боламыз. Баяу отта үзбей қуырып тұрамыз, асты күйіп кетпес үшін. Бұл шайды ата-бабамыз үнемі қолданған шай түрі болған. Көбінесе босанған әйелдер тез қалыпқа келу үшін және де сүт кіргізеді деп босанған әйелдерге беретін болған. Осылай сарғайғанға дейін қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне салқын су құйып, беншекпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстіне ыстық су құйсаңыздар, қоюланып араласуы қиын болып кетеді. Сондықтан сәл ғана суық су құйып араластырып аламыз. Толығымен араласқаннан кейін үстіне қара шайымызды құямыз, дәміне қарай тұз саламыз және үстіне сүтімізді құямыз. Осымен шайымыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте тойымды, дәмді шай. Ас болсын. Менің арнама жазылып кетіңіздер.